Сәлем достар, бүгін бізде BMW E39 маркалы машина. Мынау багажник ілмей қалды, бірақ магнитті механизм жұмыс істеп тұр. Енді осыны қазір зерттеп көреміз. Мынау ілмейді. Осының артында пружина болу керек, мынаны тартып тұратын. Қазір мынау бос тұр да. Осы жерге жету үшін мынау екі клипсті шешеміз. Және мынау есік жабу үшін қолданатын, қолды ұстайтын жерде, мына жерде бір шүріп болады. Осыны шешіп аламыз. Сосын көреміз. Біз механизмді жету үшін бетіндегі қаптаманы шештік. Енді мынау жұлдызша болттарды босату керек. Оған мынандай Т27 маркировкадағы өлшемдегі кілтті пайдаланатын боламыз. Құрметті достар, мен жоспарлаған ойым дұрыс келді. Мынау механизмге жауап беретін пружина үзіліп кетіпті. Енді осыны ауыстыру керек бізге. Мінекей, мынандай пружина керек бізге. Осыны ауыстыра алсақ, механизм қайтып жұмыс істейтін болады. Өкінішке орай мен мынандай пружина таба алмадым. Өзінікін қайтып өзіне жарату керек болды шамалы. Созып, иіп, реставрация жасап жүрдім. Қазір осыны салып көретін боламыз. Мінекей достар, біз механизмді қазір қайтып құрап шықтық. Созып, өзінікін өзіне келтіріп. Енді қазір тесттен өткізіп көреміз мына жерге. Где-то механизм осылай барып отырады. Болды. Жұмыс істеп тұр, қазір құрайтын боламыз енді осыны қайттан. Біз механизмді құрадық. Қазір тексеріп көрейік. Ашылмайды. Механизм жұмыс істеп тұр. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар.